Майсурадзе. Майсурадзе тұр, Қожақбар. Ташходжаев деген енді тас дегеннен шығып тұрған шығар фамилиясы. Бірақ енді шынымен де тас десе тас екен анау жігіт. Майсурадзе мен Қожақбардың ұқсастығы бар айтпақшы. Айтайын ба неде? Екеуі де былай төбелеседі. Кость в кость дейді ғой. Сондай бір ерекшелігі бар. Әсіресе Майсурадзе қазір бір енді ғана бір кемел толып бір өзінің бір стиль мәнерін тапқан адам болып көрінеді, жекпе-жектерде. Сол өзінің базасына қайтып оралды. Толықтай бір ММА өкіліне айналмаған шығар, бірақ аяқта тұрып төбелескен кезде бұны ММА-де қалай жасау керек екенін енді түсінгендей болып көрінеді. Толықтай бір қалыптасқан адам болып көрінеді. Енді Ташходжаев қазір 5-2, оппозициясы өте жақсы. Екі рет ұтылған, бірақ енді кімге ұтылған десеңіздер енді. Есімдерін атамай қойын, бірақ қазір жақсы келе жатқан жігіт екеуі де. Бұл жерде басқа бір жігіттерге жарнама жасамай қояйық. Өте мықты қарсыластар ұтылған. Ұтқан қарсыластардың арасында да бір-екі мықты қарсылас бар. Бұл жерде Ташходжаевтың сәл бір басымдылығы бар. Бұлай төбелеседі деп айттық. Ол бір бөлек. Ташходжаев тәп-тәуір күресе алатын адам. Бұл мысалы Майсурадзе қарағанда бұл толыққанды ММА өкілі болып көрінеді. Күрес бар. Ең бастысы бұл андай бір тек қана ММА, тек қана грэплинг немесе тек қана бір еркін күрес сияқты емес, толыққанды бір ММА күрес жасай алатын адам. Басты проблема осы жерде болуы мүмкін. Егер Ташходжаев кішкене ақылға салып келсе, бұл жерде Майсурадземен менің ойымша бүйтіп сүзіп тұру үлкен қателік болады. Өйткені бұған дейін осындай Ташходжаев сияқты жас жігіттерді, тіпті нөлмен ұтылмай келе жатқан жігіттерді көрдік. Өзінің бір жастығына сеніп, жалындап тұрған жастығына сеніп, сөйтіп бір сүзісіп көрейін деп мүйіздері сынып кетті сосын. Ташходжаев егер сөйтем десе, жағдай қиын болады. Ал егер айлаға салып күресем десе, онда менің ойымша жекпе-жек қыза түседі. Жас жекпе-жек негізінде стильді